Құрметті сайысқа қатысушы оқушылар, әділқазылар алқасы, сіздерді жалпы білім беру ұйымдарының оқушылары арасында қазақ тілі мен әдебиетінен республикалық көлемінде өтілетін 4-ші абайтану олимпиадасының облыстық іріктеу кезеңінен ашылуымен құттықтаймын. Олимпиаданың негізгі мақсаты Абай атамыздың ақындық болмысына үңілуге, шығармашылық өмірінен ғибрат алып, өмірде қолдана алуға, оқушының зияткерлік және шығармашылық қабілеттерін дамытуға, еліміздің дарынды оқушыларын анықтау, дамыту және қолдау көрсету болып табылады. Құрметті қазылар алқасы, сайысқа қатысушылар, баршаңызға сәттілік тілеймін. Бүгінгі күні біз Абай мектебінің шаңырағында 4-ші абайтану олимпиадасын өткізіп отырмыз. Абайтану олимпиадасының негізі Мұхтар Әуезовтің Абай жолы романын оқушылардың қаншалықты меңгергенін, оқушылардың Абай жолы романына бойынша өздеріне қандай тәрбие алғандарын, қандай өнеге алғандарын бізде байқау. Осы облыстық байқаудан, олимпиададан орын алған балаларымыз біздің Солтүстік Қазақстан облысымыздың намысын қорғап, ертең республикадан жүлделі орындарға ие болады деген сенімдеміз. Әрине әрбір ауданның мықты деген оқушыларын қатыстырып отырмыз. Бұл олимпиада негізінде 4-ші болып, неге әлі жас олимпиада, жаңа шынығып келе жатқан олимпиада. Олимпиада қатысушыларымызға үлкен сәттілік тілеймін, рахметімізді айтамыз.